Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Асхат Мырзабаев деген IT маманы, бағдарламашы. Бүгінгі біздің сұхбатымыз негізінен сол бағдарламалау тілдері туралы және Асхаттың өзінің жеке тәжірибесінен түрлі мысалдар, сондай-ақ жеке бас сұрақтары, альпинизмге қызығады екен, сол туралы бір-екі сұрақтар қоятын боламыз. Енді Асхат, өзіңді таныстырып өтсең, қайдансың, егер құпия болмаса, қай жылғысың, отбасылық жағдайың, қазір не істеп жатырсың, қысқаша айтып өтсең. Мен өзім 90 жылы туғанмын, өзім Атыраудан боламын. 2008-де Атырау облыстық қазақ лицейін бітірген. 2012-де бағдарламада 2012-де СДО-да бітірдім, программист болып. Қазір кезде бакалавр, да? Бакалавр болып бітірдім СДО-да. Қазір Чоколайфта IT маман болып жұмыс жасаймын. Соған нақтырақ айтқанда? Яғни IT директор. IT директор. Чоколайфтың бір проектінде жұмыс жасаймын. Тағы да соған қоса Twitterде, американдық бір проектімізде, әлеуметтік желімізде продакт менеджер болып жұмыс жасаймын. Сол қысқашасы. Керемет. Жалпы негізгі бағытың қандай, мысалы, бағдарламашы дегенмен де қай тілдерді көбірек қолданасың? Өзім негізі Java тілін жақсы көремін. Бірақ та қазір Қазақстанда көбінесе PHP-мен жұмыс жасаймын. Ал Twitterде өзім программист болып жұмыс жасамаймын. Оның алдында программист болып жасаған кезде Java, Scala, Ruby деген сияқты тілдерде жұмыс жасайтын. Бірақ та қазір продакт менеджер болғасын көбінесе меңгеруші сияқты жұмыс жасаймын. Сол код деген вообще араласпаймын оған. Осы жерден PHP, сосын Ruby туралы айтып өттің, осы жерде бір сұрақ келіп отыр. Тағы бір IT программист бар бізде, Арман Сүлейменов деген. Оны танисың ба, да? Сенің әріптесің, қазір Америкада, магистратура бітірген болу керек. Сол жігіт айтады, PHP-ді қоятын уақыт келді ғой дейді. Ruby-мен айналысу керек, Ruby-ді үйреніңіздер деп кеңес берді. Соған не айтасың? Жалпы айтқанда, дұрыс деп айтуы дұрыс деп ойлаймын. Бірақ та қазіргі кезде Қазақстанда бір үлкен проблема бар. Ол IT мамандардың саны. Яғни көбінесе университеттің бәрі PHP-мен дайындайды студенттерімізді. Яғни тәжірибесі PHP-дан жинайды да көбінесе. Екіншісі, Қазақстандағы проекттердің көбі PHP-де жұмыс жасалған, яғни жазылған. Сол үшін үлкен проблема бар да. Қайтадан оны Ruby-ға немесе Python-ға жазуды. Үшіншісі, Америкада, мысалы, университеттердің көбі Python-мен немесе Ruby-мен айналысады. Сол Python-мен немесе Ruby-ді үйретеді университеттерде. Сол ең үлкен плюс деп десем болады. Бізде ондай жоқ. Сол үшін көбінесе Қазақстанда, Ресейде, мысалы Қырғызстанда көбі PHP-де жұмыс жасайды. Бірақ та сіздің айтуыңыз бойынша, мен өзім негізі Ruby, біраз қалауым бойынша Ruby болған дұрыс деп ойлаймын өзім. Ұзын құлақтан естідік, сен дипломдық жобаңды Microsoft компаниясына сатты деп. Осы туралы бір раз мәлімет берсең. Ондай да болған тәжірибемде. Ол қандай жоба? Жобамда көп нәрсе айта алмаймын жоба туралы. Бірақ та ол да құпия. Құпия болып саналады, бірақ та кейбір кішкентай мәліметтерді бере аламын. Жалпы ол Microsoft'та Bing Maps деген нәрсе бар. Google Maps-тің бастығы ашыласы. Bing Maps-та өзінің несі бар да, Street Viewer сияқты нәрсе бар, ұқсас да. Бірақ та кейбір кезде Street Viewer қалай жұмыс жасайды? Ол әдейі машина барып, алты фотографияны, әрбір көшенің алты фотографияны түсіреді. Сол фотографияларды, панорама қылып, сол фотографияларды бірге жинақтайды қолмен. Содан кейін сол фотография 3D-ға айналысады. Сол кезде тек қана желіге шығарады, әлеуметтік неге. Бірақ та мен проектім жобамда қалай болды? Егер де бір сурет болса да,
любой соткадан болсын, любой мыльница дейді ма, профессиональный камера болсын, түсірген болса да, сол бір картинкадан, бір суреттен 3D-ға айналып бере алады. Сондай қызықты нәрсеге Microsoft өзінің не істеген, қызығушылық білдірген, сол проектті сатып жіберді. Олар сатып жіберіп қаншаға сатқанын айтпайсың ғой? Айта алмаймын. Олар саған қалай шықты? Өзім негізі 2011-де Twitterге бір, әлі қазір келеміз, библиотеканы сатып жіберген, бір библиотека жаздым. Сен тек сатып жібереді екенсің. Сатқанда сатпадым, бесплатно бердім да. Бірақ та 3 айға сол жерде стажировкадан өттім. Сол кезде Стэнфордтан, UC Берклидан, яғни 2 үлкен топ университеті ғой. Содан бірнеше профессормен таныс болдым. Соларға өз қызықшылығымды білдірдім. Machine learning деген сияқты, компьютер vision сияқты салаларда жұмыс жасағым келіп тұр деп, PhD алғым келіп тұр деп. Осындай проектті көрсеттім. Оларға да айтты, біздер де осындай проектпен жұмыс жасап жатырмыз қазіргі кезде. Егер керек болса, біздің проектімізге қоса аласың деді. Мен де солай жаздан кейін айтқан, жақсы, мен өз диплом проект ретінде алсам бола ма деп айттым. Олар жақсы деді. Бұл 2011-де? 2011-де, мен 3-ші курс бітірдім сол университетте, СУ-да қазір. 2012-де, сол 2012-де, қыркүйекте жылдың басында сол диплом проектімен айналыса бастадым. Сол кезде 2012 жылдың мамырында, 2012 жылдың мамырында, яғни жылдың аяғында диплом дайын болды. Диплом қорғауы болды. Сол кезде бәрін 5 алдым, қызыл диплом болды. Бірақ та одан кейін не болған? Стэнфордтан профессор өзі не істегенді айтқан, Microsoft қызық деп, Microsoft жоба қызық деп. Себебі менің проектім кішкентай бір не да, парт болды да, бөлегі болғанды. Үлкен проекттің бір бөлегі болған. Сол кезде профессор айтқан, егер қаласам, бізде сенің проектінде сата аламыз деп. Мен де айттым, жақсы, себебі мен қазір қызықшылығым жоқ. Дипломнан басқа еш нәрсе өтпейді. Өз компьютерде тұра береді деп. Одан кейін ақша алсам, жинасам да жақсы бар деп ойлағаным. Керемет. Одан кейін Twitterге өттің, солай ғой? Жоқ, Twitterде 2011-де оның алдында бастасам деп болады. 3-ші курста бізде проект болды, курсовой проект. Сол кезде бір библиотеканы қолдадым, open source Twitter'дың. Бірақ та ол Ruby тілінде жазылған болатын. Мен Java тіліне не істеген, проектің Java тілінде болатын болсын, Java проектіне конвертация жасадым. Сол кезде сол библиотека 2 есе ма, 3 есе жылдан болатын. Сол кезде Twitter'ге айтқан, егер қаласаңыз, менің проектім қолдана аласыз, мен де open source жасайын дедім сіздерге. Олар да айтты, жақсы. Содан кейін, бір айдай жұмыс жасадық, Distance-пен, Git-пен, GitHub-пен. Сол кезде айтқан, егер қаласам, бізде стажировкада өте аласың жазда, 2011 жыл жазына 11-де. Сол кезде... Алыстан, қашықтықтан? Қашықтан дегенде, басында қашықтан деді, сосын келсең дұрыс болады деп айтқан. Барып қайттың? Барып қайттым Америкаға. Сол кезде сол Стэнфордтың профессорымен таныстым, UC Берклидің профессорымен таныстым. Сол кезде стажировкадан өтіп, 2011-де, қыркүйекте сол full-time offer болды маған. Бірақ та H1 деген виза бар Америкада. Яғни жұмыс жасау үшін разрешение сияқты да. Сол H1 деген визаға уже срок өтіп кеткен. Сол үшін мен қабылданбай алдым да. Маған айтты, егер қаласаң Лондонда жұмыс жасаласың деді, немесе Токио. Екеуінде қаламадым, Қазақстанға оралдым. Себебі бірнеше не болды? Басқа себептер. Себептер болды, ол да біреу сабақ оқуын бітіргім келді, негізі университетте. Себебі PhD-ге қабылданамын деп, түсемін деп, сондай ойлар түскен да басыма. Сол үшін бachelor алғаным дұрыс деп ойлағаным.
Бірақ ортада магистратура бар емес пе? Иә, бар, бірақ Америкада көп университеттерінде несіге болады, бакалаврды бітіріп, тікелей PhD-ға түсуге болады. Тапсыруға бола ма? Иә. Онысы жақсы екен. Жалпы осы жерден бір блогың туралы айтып өтсек, сен блогыңды көп оқып отырамын, жақсы нәрселер жазасың. Соның ішінде бір соңғы кезде бір серия қылып жазып жүрген нәрсең, шетелдік компанияларда, әсіресе Twitter, Microsoft, Google-дан қалай интервью еттің? Сол туралы өзің тәжірибеңмен бөлісе өтсең. Өзім негізі бірнеше жерде оффер болған, яғни Twitterден болған, Microsoft-тан болған, Microsoft Research, Palantir деген компаниялардан. Егер Силиконовая долина дейді ғой, сол кезде болған адамдар білетін болса, біледі да сол компаниялардың аттарын. Бірақ та ең қызығы, ешқайсысын қабылдамадым. Олар сізге оффер жасады, сіз қабылдадыңыз? Иә, тек қана Twitterден қабылдадым. Өзім негізі Microsoft-қа жұмысын жасағым келген жоқ. Вообще өзім идея сондай да, менде, білмеймін, принцип па, қалай дейді оны. Apple-дың фанысың ба? Жоқ, Apple-дың фаны жоқпын. Бірақ та принцип па, Microsoft-қа жұмыс жасамайын деп, сол Microsoft-қа барғым келген жоқ. Palantir'да негізі, яғни айтқан условияларға біраз келіскім келмеді. Twitter'де қазір жұмыс жасап жатырмын. Не айтсам болады? Жалпы бұлардың интервью жүргізу әдістері қандай салаға көбірек мән береді, қай неге? Skills дейді, қандай қабілетке қарайды? Skillстардан қарайтын болсам, бүкіл Silicon Valley компанияларда егер software engineering позицияға беретін болсаңыз, обязательно software engineering skills болу керек, яғни design patterns деген сияқты нәрсе, algorithmic solving questions, problem solving questions, сондай сияқты алгоритмдардан өте көп үлкен есептер келеді. Ең маңыздысы сол нәрселерді білу. Бұлай желілерде өте көп не бар да, ғаламторда көп сайт бар, андай interview questions-тарды несейтін да, жүйелетін, сол жерден тексере аласыз, басқа адамдармен contribution жасай аласыз. Жалпы осы компанияның барлығын сен тауып алдың ба, әлде олар сені тауып алды? Кейбір кезде мен өзім application бердім, мысалы Google сияқты компанияларға. Мен өзім, маған досым referral жасап, яғни рекомендация беріп, соған Google-ға тапсырдым. Қалған кезде, мысалы Microsoft деген проект сатқасын Microsoft-қа сол кезде оффер болды. Одан кейін Microsoft Research-қа болған оффер, диплом сатқасын. Оның алдында Palantir'да болды, қыста, 4-ші курстың қысында. Себебі кішкентай экспириенс болды, неде Twitter'де жұмыс жасап, көбінесе machine learning сияқты, поиск, search сияқты отделдерде, департаменттарда жұмыс жасап, data mining, information retrieval сияқты нәрселерде кішкентай біраз тәжірибем жинағасын, Palantir'да сондай алаңда жұмыс жасайтын болғасын, сондай адамдар іздеген деп ойлаймын. Сол үшін LinkedIn-мен тауып алған. LinkedIn арқылы шықты, да? Жалпы machine learning деп айтып қалдың ғой. Courseraдан бітірдің machine learning курсын. Айтып отырсаң, қалай болды, не болды? Сертификатын алдың ба? Алдым. Machine learning деген сол machine learning туралы да кішкене айтып өтсең, көрермендерімізге мүмкін қосымша мәлімет болар. Жалпы ол немен айналысады, қазір қандай мысалдары бар machine learning-мен? Machine learning қазір деген соңғы 20 жылда өте жиі қолданылатын технологиялардың бірі. Әсіресе Америкада, мысалы Силиконовая долинада 80% компаниялардың қалай болса да machine learning қолданады. Пайдаланып отырсың. Иә. Неге? Себебі үлкен дейта бар, үлкен massive data. Соларды түсіну қандай нәрселер болып жатыр деген сияқты сол machine learning алгоритмдермен несейді да, таба алады. Machine learning мысалы қазір Gmail қолданасыз, мысалы, немесе Яндекс.Почта дейді да. Көбінесе мысалы спам фильтрді білесіз да.
нелеріңіз, пошталарыңыз, яғни хаттарыңыз спамға автоматически кетеді, дұрыс па? Ол да бір алгоритмнің жұмыс жасауы, яғни тауып алады да, бір почта келген кезде, мысалы хатыңыз келген кезде, спам ба, спам емес па деген сияқты фильтр не істейді да. Ол да машин learning. Мысалы Amazon'да recommendation бар да, мысалы төменде қарасаңыз, amazon.com-да андай кейбір MacBook-ты қарайтын болсаңыз, MacBook Pro, MacBook Air деген сияқты рекомендация береді да, немесе басқа адамдар осы товармен бірге осындай товар сатып алған. Иә, осындай мысалы нәрселер, ол да машин learning-тің алгоритмдерінің бірі. Мысалы қазір Google-дың мысалы іздеуі, яғни поиск, search, ол да үлкен машин learning алгоритм да. Google Translate мысалы қалай жұмыс жасайды да. Google Translate-ның жұмыс жасағаны мысалы андай да. Мысалы менюда қарайды да, екі меню бар, біреуі қазақшасы, екіншісі ағылшыншасы. Не істейді? Алгоритм қарайды, ағылшыншасын да қарайды, қазақшасын қарайды. Табады да, мысалы шай деген жер, шай деген мына сол жақта 3 рет кездескен, дұрыс па? Значит, ойлайды да алгоритм, что ағылшыншада 3 рет кездесу керек, дұрыс па? Қалай болса бір сөз 3 рет кездесу керек. Қарайды, қандай сөздер бар? Milk бар, lemon бар, tea бар, дұрыс па? With деген бар. With деген екі сөзді, lemon деген біреу, бірақ та tea деген 3 рет кездескен. Сол кезде шай деген жазған кезде, мысалы любой кезде tea деп саған перевод беріп болады да. Осындай статистикамен ол да машин learning алгоритмдердің бірі да. Солай бір перевод жасайды. Бұл саланың біздің елімізде даму бағыты қалай жалпы? Бір біздің университеттерімізде болсын, басқа оқу орындарында беріп жатыр ма бұл? Мен білімше, қазір Қазақстанда бірдеу ма, екеу компания бар, естейтін машин learning алгоритмдерді, яғни индустрияда қолданатын. Университетте білем, мен СДУ-да Сүлеймен Демирел атындағы университет. Иә, Сүлеймен Демирел атындағы университетте 2012 жылдан бастап бірнеше класс ашылды, яғни бірнеше курс ашылды. Машин learning жоқ, араларында бірақ artificial intelligence деген бар, computer vision деген бар. Көреміз, амандық болса, Алла тағала қаласа болатын шығар деп ойлаймын. Дұрыс. Жалпы жаңа алғашында айтып өттің, Twitter'де product management болып жұмыс жасап жатырмын деп. Яғни ол сен өзің негізгі мамандығың бағдарлама да? Бағдарлама жазу программист. Енді бұл жаңа экспириенс қой, product management деген. Қалай бұл екеуі бірмен бірі келе ме, келмей ме? Жақсы жасап жүрсің бе өзіңнің жұмысыңды? Қандай тәжірибе жинақтап жатырсың, не үйреніп жатырсың? Twitter саған не беріп жатыр жалпы? Негізі product management'та 95% компьютер сайенстан келетін адамдар, яғни бывший программист десем болады. Мен өзім үшін, мысалы, бітіргесін, бір жыл жұмыс жасап, программист болып, өз коллегаларына қарайсың, жан-жаққа, кім қалай жұмыс жасайтын, өзің түсінесің да, программирование не мое деп. Бір кезде өзіңе түсінесің да, андай қиын болатын ма емес. Жай, мысалы, 24 сағат бойы компьютердің алдында бір программаны шешіп отыра алмайсың деген сияқты неге келесің да? Шешімге келесің да. Сондай нәрсе, білесің да, программист деген болу менің маманым емес деп ойлайсың да. Бірақ та IT деген өте қызық. Бірақ та екінші жағынан дизайн деген нәрсеге қызығушылығым бар. Ақша санау деген сияқты нәрсем бар. Қалай түсінеді ақша санау? Яғни ақша деген монетизация деген сияқты нәрсе, маркетинг деген жағынан біраз қабілетім бар, кішкентай болса да. Соған қарай өз рөлді іздейсің да. Демек сен өзіңді болашақта IT менеджмент, IT маркетинг сол жақтан көресің да? Иә, бірақ маркетингке кетпеймін, бірақ продукт менеджментқа барам деп ойлаймын. Себебі маркетинг біраз экономический жағынан істейтін, а продукт менеджмент біраз техникалық жағынан да. Қазір продукт менеджмент деген біраз дизайн, біраз маркетинг, біраз программист болу. Бірақ та ең мықты қабілет ол бір нәрсені алдын ала көру.
яғни қай жаққа болжап білу. болжау деген нәрсе, қай жаққа технология кетеді деген сияқты, ертең қандай нәрсе қызық болады адамдарға, сол нәрсе адам білу керек та. Анализ өте көп жасау керек анализ. Вот осы жерде Google Glasses туралы сұрап кетейінші, сен оның болашағын қалай көресіз? Жалпы адамдар, мысалы мен бір жағынан вау дедім да, бұл керемет гаджет деп та, екінші жағынан ол қызық сияқты, біз бір қауіпті сияқты, біздің өміріміздің ішіне, жеке өмірімізге араласып кететінді. Мен білмеймін, бірақ та былай қарайтын болсақ, қазіргі кезде де смартфондар өміріміздің аз алмайды деп ойламаймын да, өміріміздің аз уақытын алмайды деп ойламаймын да. Өте үлкен уақыт алады, дұрыс па? Өте көп уақыт алады смартфондарымыз. Бірақ та Google Glass бірінші версиясында, мысалы қазіргі кезде сәтсіз болады деп ойламаймын негізі. Бірақ та екінші, үшінші версияда өте қызық нәрсе болуы мүмкін деп ойлаймын. Себебі мысалы өте көп нәрсе болуы мүмкін. Себебі Maps деген сияқты нәрсе, фото, видео, шейринг сияқты нәрселер өте көп ыңғайлы да нәрселер. Екі, инвалидтерге мысалы өте ыңғайлы болады деп ойлаймын. Неге? Себебі смартфонмен қолдана алмайды, дұрыс па? Екі да, үш деген нәрсе, мысалы кейбір кезде адамдарға смартфон қалай, мысалы смартфонды қарайтын болсақ, iPhone users да, мысалы Android қолданушылар браузерді көп қолданбайды да, мысалы, яғни телефон бар, крутой телефон, бірақ та тек қана звондайды, SMS жазады да көбінесе. Сондай пайызы, былай 30% тек қана звондайды, немесе SMS жазады да, сондай көбі. Менің ойымша, Google Glass қолданатындар біраз жеңіл болады деп ойлаймын, интеракшнда немен, осындай технологиялармен, неге себебі voice-пен не істейді да, дауыспен. Дауыс арқылы. Тек қана команданы бересің, итке сияқты команда беретін сияқты. Сол, бірақ та мына қазіргі кезде өте қымбат деп ойлаймын, негізі бағасы $1000. Екі батарея да, ол как всегда. Үш интернет да. Үнемі интернет болу керек. Білмеймін, енді Европада немесе Америкада өте жақсы бір не болуы мүмкін, бірақ та бізге әлі ерте деп ойлаймын. Қолдануға. Енді осы жерде тағы бір сұрақ, сенің блогыңнан туды ол сұрақ, былай біраз оқып шықтым. Жалпы біздің еліміздегі IT студенттерге білім қай бағытта берілу керек деп ойлайсың? Мысалы, қазір қолданып жүрген форматтар бар, қандай курстар уже ескірді деп ойлайсың? Қай бағытқа бұрылу керек деп ойлайсың? Негізі былай айтқан кезде, мен өзім оқыған кезде, былай өзім сезімді, өте көп сабақ бар, бірақ та мысалы алгоритмдерді өткен адам, мысалы depth first search деген бар, breadth first search деген бар. Depth деген, яғни төменге кетеді, breadth деген былай кетеді. Біздің Қазақстандағы система көбінесе breadth сияқты. То есть философия, небәрі мысалы бірнеше тіл үйретеді, орыс тілі үйретеді, қазақ тілі үйретеді, Қазақстан тарихын үйретеді, социология, политология дейді. Білмеймін. Біздер физиологияны оқыдық мысалы. Мысалы, менің ойымша, өте тығыз программаны, мысалы, мен де компьютер сайенс деп бітіру керек едім, по идее. Бірақ та кейбір электроникадан теория цепей дейді ғой, орысшасы. Сондай сияқты нәрселерді оқығанымда, хотя мен тек қана электротехника. Электротехника. Физика 1, физика 2-ні оқыдым мысалы. Менің ойымша, кейбір программаларды қатты бөлу керек. Мысалы, Америкада компьютер сайенс деген бар, компьютер инженеринг деген бар, электрикал инженеринг деген бар. Яғни бізде болатын бір специальность, бір маман, оларда 3 маман болып саналады да. И 4 жылда, мысалы, компьютер сайенста адам біраз терең нелерді білімді алады да, бізге қарағанда. Ең біріншісі сол проблема деп ойлаймын. Яғни фокус керек, да? Фокус керек деп ойлаймын, негізі себебі. Мысалы, мен датабейсті оқыған, мысалы, базаны, нетворкті оқыған,
бірнеше PHP-де оқыған, C++ оқыған, Java оқыған, алгоритм бір оқыған да. Хотя маңызды деп ойлаймын олардың бәрін, бірақ та кейбір кезде өте көп сабақ фокусты таба алмайсың да, қай жерге бару керек екен. Бір жағынан жақсы деп ойлаймын, бір жағынан жаман. Көп білген жақсы, бірақ қалай қарай дамитыныңды анықтау үшін қиындығы да? Иә, сол екінші проблема не? Кейбір кезде қазір адам университетке түскен кезде өзі білмейді да, не жақсы көреді, не қай маман болам деп деген білмейді да. Сетьқа барам ба, база данышқа барам ба, программа жазам ба деген сияқты. Ол өзі білмейді да, сол үшін біраз қиындау да шешім қабылдау. Бірақ та фокус болған дұрыс деп ойлаймын. Ең азы компьютер сайенс, компьютер инженеринг, электрикалық инженеринг деп бөлу керек деп ойлаймын негізі. Егер мысалы мүмкін көрермендеріміздің арасынан біреулер жалпы осы IT саласына оқуға түскісі келіп жүруі мүмкін да. Олар сол өзінің не хардвер ма, әлде софтвер жалпы қай жаққа қарай бұрылу керек екенін қалай анықтай алады? Білмеймін, ондай нәрсе. Жалпы білмедім, бір нелер бар ма, стратегиялар бар ма, тактикалар бар ма? Стратегия, тактика дегенде білмеймін. Енді мектептерде де өзің білесің ғой, энциклопедиялық білім береді ғой біздерде. Ол жалпы енді біздің тілмен айтқанда компьютерщик болғысы келеді да. Енді соның ішінен таңдау керек қой. Ол қай программист бола ма, әлде техник бола ма? Мен ойымша, негізі адам не істеу керек, өзі таңдау керек, яғни өзі үшін шешім қабылдау керек. Бір нәрсені тырысып, мен PHP-да жақсы код жаза аламын, бірақ та CSS, HTML деген фронтендта вообще еш нәрсе жаза алмаймын да. Демек сенікі бэкэнд да? Бэкэндта жаза аламын, бірақ та фронтендта білмеймін, Craigslist-тан жақсы сайт жаза алмаймын да. Сол адам ойлану керек та өзі, қандай адам біраз, мысалы фронтенд па, немесе HTML, CSS, JavaScript сияқты нәрсемен жұмыс жасайтын болса, фронтенд инженерлер өте мықты болады. Бірақ та кейбір кезде PHP-мен жұмыс жасалмайды да, қатты. Сол кезде фронтенд инженерия барған дұрыс. Мен мысалы CSS, HTML білем, CSS білем, андай простой функцияларды да. Basic. Бірақ та JavaScript-та ұшатын, жасайтын деген нәрселерді жасалмаймын да. Сол маған біраз бэкэндқа барған дұрыс да. Бірақ та мен бэкэндті логиканы білем, архитектура сияқты нәрселерді жасай аламын да, қызық нәрселерді. Перформанс сияқты, тюнинг, ондай нәрселерді жасай аламын. Сол жағынан маған бэкэндқа барған дұрыс. Хардвер, мысалы, барған дұрыс па, дұрыс емес па деп еш нәрсе айта алмаймын, себебі өзім тырысқан жоқпын хардверді. Бір тырысып көрсең, бір кішкентай робот жинасаң, бір нәрсе шықса, сол кезде ғана не істеу керек та, шешім қабылдау керек та. Хардвер болғанда, компьютер хардвер, мысалы, сервер туралы. Негізі жұмыс жоқ деп ойламаймын. Маман, яғни сапалы болатын болса, сапалы маман болатын болса, любой жерде жұмыс жасауға болады да. Өз үшін таңдау керек, ұнайды ма, біраз тұрысу керек, информация жинау керек, біраз қолдану керек, содан кейін сезеді да, ұнайды ма, ұнамайды ма деген сияқты. Зарплата ма, ондай ақша деген сияқты нәрсе ол екінші. Олар екінші орынға қойған. Иә, оны екінші орынға қойған дұрыс деп ойлаймын. Енді біздің елімізде IT саласының қай оқу орындары жақсы шықты? Қазір енді МУИТ бар, сіздің университет бар, СДУ, КБТУ бар да? КБТУ деп жатады. Менің ойымша, сол үшеуін сайттан. Жоқ, қайсысы жақсы? Қайсысы жақсы? Білмеймін. СДУ дейді. Жоқ, СДУ жақсы деп айта алмаймын. Мысалы, СДУ-дан КБТУ, мысалы, МУИТ, әрбір салаға байланысты да. Мысалы, роботика жағынан МУИТ, мысалы, бізден жақсы да. КБТУ, мысалы, мен МУИТ, SEM олимпиада дейді ғой, спортивное программирование. Содан бізден жақсы да, мысалы. Бірақ та бізде көбінесе орташа андай мамандарды жинайды да. Қандай? Білмеймін, көбі мысалы жұмыссыз қалмайды әйтеуір. Сол СДУ-дан бітіріп шыққандар көбі программер ма? 20-30% болады бір потоктан. Үлкен пайыз деп айтсақ болады негізі.
қазір баяғыда мысалы 5-10% болатын болса, қазір 15-20%-ға өсіп жатыр, жайып. Түсінікті. Енді сен өзің дәл қазір продакт менеджментте жасап жатқан жұмысыңа қайтып оралсақ, бір мысал айта аласың ба? Твиттерде продакт менеджмент не істеуі мүмкін? Енді біздер твиттерде көретініміз mention, reply, статус, басқа ештеңе көрмейміз ғой. Негізі продакт менеджменттің үлкен жұмысы бар Twitterде. Себебі өте қиын инженерлерді бір мақсатқа жіберуді. Мысалы, ең простой поиск, мысалы, who to follow деген блог бар, мысалы, Twitterда, сол жағында тұрады, кімді follow жасайсың деп. Мысалы, продакт менеджер айтады да, осындай блогты қойғанымыз дұрыс дейді. Неге? Себебі адамдар, мысалы, follow көп жасайды дейді. Мысалы, ең бірінші пример. Қалай жасайтында, қандай блог болу керек, қандай түсі болу керек, қай жерде тұру керек, дизайнермен, interaction дизайнер деген сияқты, visual дизайнермен шешеді да, сондай нәрселерді. Астында орналасу. Астында, сол жағында ма, оң жағында ма, түсі қандай, қызыл болу керек па, көк болу керек па, сары болу керек па, наведение жасаған кезде, мысалы, hover, жасыл болу керек па, деген сияқты, қандай action болу керек, мысалы, басқан кезде, қанша юзер көрсетіледі, мысалы, блогта. Сол бар да, мысалы, ол тек қана адам көретін несі да, scope. Артында не бар, сол нелерді, қолданушыларды қалай көрсетеміз дейді, қандай нелермен features дейді, мысалы, неге ұқсасы, мысалы, Тимур Бектұрға неге мына адам ұқсасы деген сияқты. Ол бір алгоритм бар да, инженер жазатын. Сол қаланты, мысалы, Тимур Бектұр, мысалы, біреу маған фоллоу жасаса, оған тағы жаңағындай suggestion дейді ғой, шығады. Тимур Бектұрға ұқсайтын 3 адам көрсетіп қойды. Соны қалай анықтайды? Жоқ, ол machine learning алгоритм. Machine learning сол да? Бірақ та оны полностью алгоритмді айта алмаймын. Продукт менеджердің рөлі, сол кішкентай продукт болып саналады, осындай who to follow блог. Әр функция. Бұлай кішкентай проект, мини проект. Не істейді? Сол түсті анықтайды, позишнді анықтайды, қанша адам, қанша блокта, қанша адам көрсетіледі, инженермен не істейді, ақылдасады, қалай осындай fast болу керек, жылдам болса болатын, қандай алгоритм қолданамыз деген сияқты. Маркетингпен ақылдасады, мысалы, қандай нелерден істей аламыз дейді, маркетинг қалай көбейеді біздің показательдарымыз. Мысалы, success деген метрикалар бар да, мысалы, project success болды ма, болмады ма деген сияқты, кейбір метрикалар да, қанша адам блогты қолдана бастады деген сияқты. Ол да не бар да, goal деген сияқты, мақсат бар өзімізде. Тағы не бар, мысалы, пресстармен, мысалы, public relations деген департамент бар бізде. Олар тек қана блогтарға әдейі пресс-релиз жазады, қалай маркетинг жасау керек, чтобы адамдар соны көрсін деп, қолдансын деп деген сияқты нәрселер. Бүкіл соның шешім қабылдайтын продакт менеджер. Сол продакт менеджер. Оңай ма жұмыс? Қиын деп айта аламын, неге? Себебі көбінесе адамдармен жұмыс жасайсың. Ең қиын сол да, адаммен жұмыс жасау. Адам болғанда әртүрлі мамандық иелерімен де, программерлермен, дизайнерлермен, project менеджерлер де бар ол жерде. Өте көп, мысалы, 6-8 адаммен жұмыс жасайсың, жұмысын тоқталмайды, азаймайды, сол біраз relation адамдармен қарым-қатынас өте жақсы болу керек та. Сондай нәрселерді түсіндіріп беру үшін сондай уақытында жасалсын деп сұраған дұрыс та. Сол сияқты нәрселер өте қиын. Мысалы, компьютерда, мысалы, программист болған кезде, сен жұмыс жасайтын тек қана өз басымен жұмыс жасайсың. Бір, екі компьютерда, екіншісі. Бір нәрсе шықпайтын болса, сен тек қана басың кінәлі дұрыс па? А мына жерде бір нәрсе жасалмаған болса, сен өзің кінәлісің. Бір, екі, неге кінәлі болды? Сенің басың емес, тек қана ол басқа бір адамның жасалған жұмысы дұрыс па? Оған дұрыс түсіндірмегенсің. Ол да біраз қиын да, адамдарға түсіндіру, қайтадан жұмыс жасалсын деп, мына жерде түсіндіріп беру деген сияқты өте қиын болады да кейбір кезде. Қызықты бірақ та? Бірақ қызық, мен үшін мысалы өте қызық, басқа адамдарға білмеймін енді. Енді осы жалпы
бізден Twitterде отырасын сұрақ көп болады. Қашан аударылады екен деген. Орыстарда бар деп айтып жатады. Жалпы Twitter қазақша аударылуы мүмкін бе? Не істеу керек ол үшін? Негізі бір ссылка бар, сілтеме бар. Форма деген, яғни request form, request language деген. Яғни сіз тілді перевод жасалсын деп сұрай аласыз. Егер волонтерлардың саны бір санға жететін болса, сол кезде Twitter'да шешеді. Қандай санға жету керек? Оны айта алмаймын. Жететін болса, сол кезде Twitter саналады. Мына тілді қосайық деп та переводқа. Бета деген. Жалпы волонтерлар көп болу керек, те? Иә. Ұсыныс көп болу керек. Иә, ұсыныс көп болу керек. Қолданушылардың тарапынан. Көрермендер, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, егер де Twitter қазақша аударсын десеңіздер, онда көптеп, көмектеп Twitter'дің ішіндегі арнайы форманы толтырып, яғни оның интерфейсін қазақшалау туралы сұраныс жіберуіміз керек. Солай ғой? Иә. Енді соңғы сұрақ, жеке басыңа келсек, альпинизммен айналысатыныңызды білем. Бұл қалай, ол қызығушылық қайдан пайда болды? Қай жерге барып жаттығасың біздің елімізде? Қай жерлер, қайда шықтың, қандай таулардың шыңына шықтың? Өзім Алматыға 2008-де оқуыма келген кезде. Атыраудан, иә. Атырауда тау жоқ қой. Соны айтады. Иә. 2008-де келіп Алматыға сол альпинизм секциясына жазылдым. Сол кезден бастап тауларға шыға бастадым. Кішкентай таулардан бастадық. Мына жерде Чембулачка дейді, Абай бар, Йошкар-Ола деген, көп 28 Панфиловцев деген, Маншук Маметова пик. Көбін шыққан, мына жерде 40-50 шақтай тауға шыққан. Ең биігі? Пик талғар, мына жерде Алматыдағы ең Зарийский алатау дейді ғой. Сол жерде ең биік тауы пик талғары. Талғар шыңына шыққам. Биіктігі қанша? 5147 метр. 5147 метр. Вау. Содан соң өзім басқа достармен бірге, Ресейден, Италиядан достармен бірге Хан-Тенгриге, Хан-Тенері дейді. Сол Қазақстанның ең биік нүктесіне көтерілдік. Содан соң Пик Победа дейді, Қырғызстанда 7439 метр. Оған да шықтыңыздар? Ең солтүстік жақта орналасқан 7000-дік пик шыңында. Содан соң өзім Пик Ленина деген тау бар, Қырғызстанда, Ош қаласының қасында. 7134 метрге шықтық. Содан соң бірнеше рет көтерілген, тағы да 2 рет көтерілген өзім Хан-Тенерге. Қыста көтеріліп тырыстым, бірақ болмады. Осы қыста ма? Осы қыста болмады. Сол. Болашақта көре аласың ба, тағы қайда шыға аласың? Болашақта деген... Әнде пауза басып қойдың ба? Білмеймін, енді қазір ойланып жатырмын. Біраз қиын, яғни өмірімде қиын жағдайлар басталды. Біраз қымбат спорт негізі болды. Мысалы, Хан-Тенерге шығу үшін 6-7 мың доллардай кетеді. Эверестті алатын болсақ, мысалы, 50-60 мыңдай кетеді. Құрал жабдықтарға? Иә, құрал жабдықтарға пермит деген нәрсе бар, яғни рұқсат. Өзі экспедицияны ұзақ, 40-50 күнге созылады. Сол үшін көп тамақ, палатка, өте көп нәрсе алу керек. Сол үшін біраз қымбат. Керемет. Көреміз не болатынын. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, сонымен бүгін біздің сұхбатымыз аяқталды. Сіздермен бірге қонақта болған Асат Мырзабаев. Келесі кездескенше.